Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі өндірістік сабағымыздың тақырыбы темірлерді түзеу. Сабақтың негізгі мақсаты металдарды түзету жұмыстары кезіндегі техника қауіпсіздігін сақтау, танысу, үйрену. Металдарды түзетуді үйрену, металдарды ию жұмыстарын үйрену. Білімділік мақсатымыз слесарлық шеберханасында түзету жұмыстарын орындаған кезде оқушыларға техника қауіпсіздігі ережелерін үйрету. Білім алушылардың теориялық білімін жетілдіру. Слесарлық жұмыстарды орындағанда түзету жұмыстарын жасауды үйрену. Тәрбиелік мақсаты студенттердің еңбекке, іскерлікке, ұқыптылыққа, бастаған ісін тиянақты орындауға дағдыландыру. Білім алушылардың кәсіби білімін жетілдіру мақсатында металдарды түзету жұмыстарын орындауда қауіпсіздік шарттарын сақтау. Студенттердің іскерлік қабілетін шыңдау және слесарлық жұмыстарды жоспарлау, орындау дағдысын қалыптастыру. Сабағымыздың негізгі жоспары алдымен жалпы мағлұматтар танысу, теориялық сабақ, түзету тәсілдерін үйрену, түзетуге арналған құрал-жабдықтармен танысу, типтік ақауларды тәжірибе жүзінде жасау. Құрал-саймандар мен жабдықтар, олар салмағы 500-600 грамм болатын слесарлық балғалар, беті тегіс түзу дұрыс плиталар, жұмсақ металдан жасалған дайындамалар, ағаш бөрене және қолқап. Металды түзетудің негізгі мәні ол түзету деп иіліп, бүгіліп, немесе майысып қалған металдарды балғамен соққылап, не престің қысым күшімен дұрыс қалыпқа келтіру операциясын айтады. Созылмалы металдарды болатты, жезді, мысты, алюминийді ғана түзетуге болады. Оларды металл тақтаға, төске, рельске салып түзетеді. Түзу металл тақталар шойыннан немесе болаттан дайындалады. Шойыннан құйылып, жұмыс беті тегіс таза өңделген тақталар монолитті біртұтас болып та, ішінде беріктік қабырғалары бар қорап тәрізді болып та жасалады. Түзету бірнеше жолмен жүзеге асырылады. Ию, созу, үтіктеу. Бірінші, ию арқылы түзетуді қарайық. Үлкен көлденең қимасы бар дөңгелек және бейінді материалды түзету кезінде қолданылады. Бұл жағдайда болат басты балғаларды пайдаланады. Дайындама беті тегіс плитада жоғары майысумен орналасады. Және соққылар дайындаманы майысуға қарама-қарсы жаққа майыса отырып дөңес жерлерге түсіріледі. Дайындаманың түзелуіне қарай соққы күшін азайтады. Келесі, созу арқылы түзету. Шығыңқы немесе толқынды табақ материалын түзету кезінде қолданылады. Мұндай анықтаманы жұмсақ металдан жасалған қырғыш ағаш балғаларымен де жүргізеді. Бұл жағдайда дайындаманы дұрыс плитаға дөңес етіп жоғары қояды және дөңес шекарасынан бастап дайындаманың шетіне қарай жиі соққы түсіреді. Соққы күші біртіндеп азаяды. Бұл ретте металл дайындаманың шетіне тартылады және сору есебінен шығыңқы болады. Келесі түзету түрі үтіктеу арқылы түзету. Дайындама қалыңдығы өте жұқа болған жағдайда қолданылады. Үтіктеу ағашпен жүзеге асырылады. Дайындаманы дұрыс плитада үтіктегіштердің көмегімен, яғни ағаштардың көмегімен дайындаманың шетіне дейін соза отырып тегістейді және материалды созу есебінен дайындаманың бетін тегістейді. Дайындаманы түзету кезінде соққыны қалай бөлеміз? Табақ материалы және одан кесілген дайындамалардың беті толқынды немесе қайнатылған болуы мүмкін. Дайындаманың ортасын созу үшін
Балға соғулар ортасынан жиектеріне суреттегі көрсетілген қызыл дөңгелектермен көрсетілгендей жағылады. Диаметрі аз шеңберлер аз күш соққысына сәйкес келеді және керісінше. Яғни неғұрлым күшті соққылар ортасында жағылады және дайындаманың шетіне жақындауына қарай олардың күшін азайтады. Материалдың жарықтары жапсырылуы болдырмау үшін бір жерге қайталап соға беруге болмайды. Сыртқы және ішкі бұрышын тегістеу. Шыңдалғаннан кейін қисайған майысқан бөлшектерді түзету үшін пайдаланылады. Осымен бүгінгі сабағымыздың теориялық бөлімі аяқталды. Енді тәжірибелік бөліміне ауысайық. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне слесарлық стол. Столдың үстінде әртүрлі балғалар, ағаш бөренелер және әртүрлі пішіндегі дайындамалар, майысқан дайындамалар. Біз осы дайындамаларды қазір түзеп көрсетеміз. Өздеріңіз көріп отырғандай, дайындамалардың қалыңдығы әртүрлі, қалыңы да бар, жұқасы да бар. Біз осы дайындамаларды мына балғаның, ағаш балғаның және ағаш бөренелердің көмегімен түзейміз. Кіріспес бұрын біз қолымызға қолғап киеміз. Сабақтың басында айтқандай техника қауіпсіздігін сақтаймыз. Қолымызды жаңағы дайындама темірлер кесіп кетпес үшін қолымызға қолғап киеміз. Енді жаңағы майысқан дайындамаларды түзеу үшін біз арнайы шойыннан жасалған беті тегіс түзу плитаның үстіне мына слесарлық балға арқылы басы шойын, асты табаны тегіс слесарлық балға арқылы түзейміз. Түзеу үшін дайындама темірді иілген жағын жоғары қаратып, ортасынан айналдыра соққы саламыз. Соққының күші жаңа айтқандай түзелген сайын ақырындай бастайды, азая бастайды. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне біз қалың темірді түзеп болып қалдық. Яғни түзеу үшін дөң жағын жоғары қаратып түзейміз, темірді айландыра. Енді жұқа темірді мына слесарлық балғамен түзеген кезде бұл балға жаңағы біздің темірімізді із салдырып кетеді. Неліктен? Өйткені бізге басы төрт бұрыш шойынды балғаларды қолданбаған абзал. Өйткені ол төрт бұрыштың қырлары мына темірге өзінің іздерін қалтырады. Сол себептен төрт бұрыш балғаны бөлек алып қоямыз. Енді жұқа темірлерді жаңа айтылғандай созу арқылы түзейміз. Созу арқылы түзеу кезінде өздеріңіз көріп отырғандай ағаш балғаны пайдалана отырып, ақырын күшпен балғаның өз салмағымен түзей бастаймыз. Енді келесі үтіктеу арқылы түзеу. Үтіктеу арқылы түзеу үшін біз ағаш бөренелерді қолданамыз. Ағаш бөренелердің қырымен, не болмаса ағаш бөренелердің бір жақ шетімен қырлап түзеуге болады. Яғни оларды да жаңағы беті тегіс шойынды түзу плиталардың үстіне қойып түзесек
ешқандай із қалмайды. Міне осымен жаңағы тәжірибелік сабағымыз аяқталды. Енді сіздерге бақылау, бүгінгі алған білімдеріңіз бақылау үшін бақылау сұрақтары. Неге металдарды түзету кезінде төртбұрыш емес дөңгелек балға қолдануға кеңес береді? Неліктен жұмсақ материалдар мен жұқа парақтарды түзету кезінде төсемдерді пайдалану ұсынылады? Дайындамаларды тегістеу кезінде қатты металдардан жасалған қондырмалары бар балғаларды пайдалану қажеттілігі неде? Алдын ала өңделген беті бар біліктерді түзету кезінде оларды призманы орнату үшін қандай мақсатта қолданылады? Термиялық өңдеуге ұшыраған бөлшектерді түзету ерекшеліктері неде? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.